Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйдегі бар заттармен тез уақытта дайын болатын қарапайым пирог дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Бисквитін дайындауға қажетті заттар: сұйық май, құмшекер, жұмыртқа, ұн, қамыр қопсытқыш, тұз, айран. Ұнымызға қамыр қопсытқышты салып араластырып аламыз. Жұмыртқаға бірінші тұзды саламыз. Миксермен араластыруды бастаймыз. Бастапқы кезде төменгі жылдамдықпен. Құмшекерді біртіндеп салатын боламыз. Және миксеріміздің жылдамдығын ең үлкен жылдамдыққа дейін көбейтеміз. Осылай араластыруға 5 минуттай уақыт кетеді. Массамыз 2 есе ұлғайып, әппақ күйге енуі қажет. Мінекей 2 есе ұлғайып, әппақ күйге енді. Енді миксерлеуді тоқтатамыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз, айранды құямыз. Және венчикпен бір рет араластырып жібереміз. Одан кейін ұн мен қамыр қопсытқыш араласқан қоспамызды саламыз. Бірден салып жібермейміз, аз-аздан салатын боламыз және араластырып тұрамыз. Мына араласып дайын болды. Формамызға пергамент төсеп, үстінен бисквитімізді құямыз. Пешті алдын ала қыздырып қойдым. 170-180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыздың бисквиті дайын болды. Суытып алдым. Және оған крем сияқты ішіне жағатын боламыз. Оған бізге қаймақ пен тосап қажет. Мен өріктің тосабын алдым. Сіздер кез келген тосапты қолдансаңыздар болады. Енді бисквиттің үстін осылай видеода көрсетілгендей кесіп аламыз. Оны әзірше бөлек қойып қоямыз. Кейін керек болады бізге. Тосап пен қаймақты араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз да пирогымызға жағатын боламыз. Тосаптың өзі тәтті болғандықтан бұл жерде кремімізге құмшекер қосқан жоқпын. Сіздер кез келген үйде бар тосап түрін қолдансаңыздар болады. Бисквитқа сіңіп өте дәмді, жұмсақ болады пирог. Алдыңғы видеода бисквитіміздің бетін кесіп алған болатымыз. Сол бисквитті қолмен осылай ұсақтап аламыз. Және крем жағылған пирогымыздың бетіне сеуіп шығатын боламыз. Пирогты толық жабатындай себеміз. Қолмен басып-басып жібереміз. Пирогымыз толықтай дайын болды. Әдемілік үшін бетіне қант ұнтағын сеуіп жібереміз. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа немесе бір түнге қойып, екінші күні жесеңіздер сіңіп өте дәмді болады. Қонақ келгенде үйдегі бар заттермен тезірек дайындап жіберуге таптырмас пирог болып табылады. Видео ұнаса лүпілі басып пікір қалдырып маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.